Төтенше жағдайлар департаменті бізге нақты анықтап бергеннен кейін, яғни қанша тұрғындар осы зардап шеккендер, сонымен қоса қазір біз жатақхана дайындап жатырмыз. Сол жатақханаға қанша адам тұратын. Енді бірінші қазір болжам бойынша енді бір подъезді жабамыз, яғни 15 пәтер оның ішінде. Сол 15 пәтердің тұрғындарын жатақханаға уақытша жатқызамыз. Одан кейін ары қарай жұмыстар жүргізілетін болады. Енді қазір ақпарат бойынша 4-ші қабаттың плитасы 3-ші қабатқа түскен. Сондықтан да қазір бір подъездің 2-ші қабат, 1-ші қабатта тұратын тұрғындарды біз қазір жатақханаға тұрғызамыз. Одан кейін эксперттер келіп, яғни соның бәрін анықтайтын болады. Тұруға келеді ме, келмейді ме. Сейчас как раз таки идет подготовка к эвакуации, то есть куда будем мы размещать жителей пострадавших. Но по предварительным данным мы сейчас будем размещать один подъезд, это 15 квартир.